Осы видеода сеанстар туралы толық мағлұмат айтып өтеміз. Сеанслар проблемалардың үлгеншілігіне қарап, бір айдан 3 айға шейін давам етуі мүмкін. Шаңырақ машқалары, мünәсәбәтлер бойынша тез уақыт ішінде шешіледі. Егер адамда невроз, панический атака һәм басқа да денесінде кеселіктер болса, көбірек уақыт созылуы мүмкін. 70-80% жағдайда проблемалар бір айдың ішінде шешіліп жатыр. Сеанслар 2-3-4 сағатқа шейін давам етеді. Сеанслардың аралығы орташа бір хәпте болады. Барлық мәселелер адамның жағдайына келіп шығып айтылады. Һәмме адамға бірдей зат тура келмейді. Неше сеанс, қанша уақыт давам етуі, консультация уақытында ол адамның проблемаларынан келіп шығып анықталады. Сол уақытта қайсы проблемаларда шешім болуы яки болмауы айтылып, низатлар күту мүмкіндігі барлығы келісіп алынады. Артықша уәделер берілмейді. Проблемаларда бізге байланысты тәрбие болмаған адамларды қабылдамаймыз. Келіп отырған адамларда мünәсәбәтлер бойынша денсаулық, қорқулар, характер һәм басқа да мәселелерде орташа 20-30 проблема анықталып отыр. Ең көп проблемалардың тізімін жазғанымызда 60-65-ке шейін барды. Әр сеанста дәрежесіне қарап 3-4 проблеманың үстінде істелінеді. Сол жерге етібар қаратың, бір сеанстың өзінде барлық проблемалар шешіліп қалмайды. Соның үшін комплекс істелінеді. Базы адамлар айтады, әр сеансты бөлек қалсақ болмай ма деп. Мәселен, бір сеансты бір машқаланың үстінде істелініп, сол шешілсе, бірақ басқа машқалар шешілмей қалса, бәрібір адам өзін жақсы сезбейді. Ата-анасына байланысты машқалар шешіліп, қорқулар қалса, яки бала шағасына байланысты машқалардың бәрі шешіліп, жұмысындағы машқалар шешілмей қалса да, сол қалғанлар тәсір ете береді. Соның үшін барлығы бір шеттен істелінеді. Адамлар бізге келмей тұрып, проблемаларына қатты қысылады, ұялады, сеанслар davomында артықша адамлар болмай ма, сыр сақлана ма деп сұрайды. Әрбір адаммен жеке істелінеді. Артықша адамлар болмайды. Бізге келген адамлардың шақсысы айтылмайды. Сеанслар төлемі адамның проблемаларына, жағдайына қарап айтылады. Олардың барлығы консультация davomында белгілі болады. Адамды көрмей, жағдайын анықламай тұрып, алдына ешзат айта алмаймыз. Бізде төлем әр сеансқа емес, ұлыма проблемалардың шешіміне алынады. Сеансларға төлем бір мәрте төленеді. Сол менен проблемалар шешілемін дегенге шекем істелінеді. 1 ай, 2 ай, 3 айға шекем давам етсе де, кейінгі уақытларға пұл алынбайды. Сеансларда тек қана пұл мәселесі бойынша бөлек істелінеді. Оның төлемі де бөлек болады. Сеанслар қалай өтеді? Бір затлар ішкізіп жегізесіз ба, гипноз қыласыз ба, шегеге мінгізіп, яки аппарат тағып жылатасыз ба, медитация ма, һәм басқа да интернетте көрген затларын сондай қылмайсыз ба деп сұрайды. Біз еш зат ішкізіп жегізбейміз, ұйықтатып гипноз қылмаймыз, шеге аппараттар тағып жылатпаймыз, медитация һәм басқа затлар қылынбайды. Одан кейін қандай сабақ өтеміз, қанша уақыт өтеміз, затлар үйретіледі, бір затлар жазамыз ба деп сұрайды. Ешқандай сабақ өтпейміз, еш зат үйретпейміз, еш зат жазбайсыз. Сеанслар Самамбетов методы менен сөйлесу арқылы істелінеді. Сеанслар адамлардың уақытына қарап, келісілген халда қолай уақытқа белгіленеді. Базылардың оқу жұмысына байланысты азанғы уақытқа яки түстен кейінге қойылады. Және көп берілетін сұрау, бір мәрте істенгеннен кейін проблема және қайталанбай ма, қайта сеанслар алып жүрмейміз бе деп сұрайды. Бізде сеанслар болынғаннан кейін қайта тексеруге уақыт беріледі. 2-3 хәпте, бір айдан кейін шақырылып, проблемалар қайталанбады ма, шешілмеген мәселелер қалмады ма, солар тексеріліп, барлығы жақсы болғаннан кейін рұқсат беріледі. Адамның миы бір мәрте ашылғаннан кейін қайта жауылып қалмайды. Өзлігін, өмірін, проблемалардың барлық себеплерін аңлап жетеді. Каналымыздағы видео отзывлар көрген болсаңыз, сондай жеп-жеңіл еркін адамға айналасыз. Миыңыз босап қалғаннан кейін оған мұсырлар кірмейтін болады. Барлық затларды нормал қабыл етіп бастайсыз. Дүнияға көз қарасаңыз, ұмма басқаша болып кетеді. Адамның миында тосқылар қалмағаннан кейін жұмысларда жүріп кете береді. Табысы да артады. Бір мәрте комплекс істелген сеанслар бір өмірге жетеді. Энергияға толып, хақиқи бақытты сезініп жасайсыз. Қалған өміріңізде сондай хәз етіп жасау имканиятыңыз бар.